Сәлеметсіздер ма? Мен нөмірі 3 жалпы білім беру мектебінің 8 Б сынып оқушысы Табынбай Гаухар. Ғылыми жобаның тақырыбы шөлейтті Маңғыстау даласын құрғақшылықтан сақтай аламыз ба? Маңғыстаудың экологиясы мәз емес. Арал теңізінің жанында орналасқандықтан құрғақшылықтан, шөлейттен, дауылдан көз ашпаймыз. Мына тұрған тауқымдардың өзі бір мезетте басқа жерге көшіп кетуі де үрейлі ақ. Бұл бір сәттік сезім ғана емес, бұл үлкен табиғи апатқа алып келуі мүмкін. Маңғыстаудың өткен ғасырында 80-90 жылдарда осындай тақырыпта көптеген ғылыми жобалар, бағдарламалар алынған еді, бірақ оның ешқайсысы аяқталмай ортасынан тоқталып қалған. Маңғыстауда қазіргі таңда 4 құм массивтері бар. Оның біріншісі Сенек ауылынан бастаған Түйесу құмы, Үштаған ауылынан Бостан құмы, Тұщықұдық ауылының Қызыл құм құмы және де Бейнеу ауданынан Сам құмы. Қазіргі таңда бұлар ұлғаюда. Оған 3 себеп бар. Біріншісі сол маңдағы ағаштарды кесіп алуы, оны тұрмыстық кезде қолдануы болып табылады. Екіншісі жер асты суларын өндірістік мақсатта қолдануым. Үшіншісі сол ауыл тұрғындарының экологиядағы білімсіздігі болып табылады. Қазір құм ауылдың батыс жақ іргесіне дейін тақап қалды. Ауыл ақсақалдары кезінде бұндай заттар болмайтын еді. Бұлардың орнында тоғайлар болатын еді. Ал қазір болса осындай жағдай болып жатыр. 2004-2007 жылдарда Түйесу құмында бұрындарда өскен өсімдіктердің көшеттері мен тұқымдары себілген еді. Бұл ғылыми жобаның бірінші жемістері деп те айтсақ болады. Ал қалған 3 құмның астында әлі күнге дейін жер асты сулары қолданылуда. Тіпті оның 10 жыл бойы қолданылған деседі, өйткені Маңғыстаудың үстінен газ өткізу үшін, газ құбырларын өткізу үшін осы суларды сорып алынған. Ал 10 жылдан кейін Амудария мен Сырдария көлдерін қолданған. Үштағанда 500, Сенекте 500 гектар жерге жобалық сметалық құжат дайындалып, биыл әр ауылға 100 гектардан егу жұмыстары жалғасуда. Мекеме дайын көшеттерді Ақтөбе, Шалқар, Қызылорда, Жамбыл қалаларынан алып келеді. Жылына 500 гектар жерге көшет отырғызу ойымызда бар, материалдар келіп қоршау жұмыстар жүргізілуде деп айтады. Құм басу қаупі ауылдардың тұрғындары көшпелі құм мәселесін көптен бері көтеріп келеді. Өткен ғасырдың екінші жартысынан бастап өңірімізде жер пайдаланылған қарқынды игерілуі қоршаған ортаға түсетін антропогендік әсердің салмағынан еселенеді. Бұл құм массивтері іргесінде орналасқан Сенекті 2004 жылы, Үштағанды 2007 жылы, Тұщықұдықты 2012 жылы, өткен жылы Шебірде көшпелі құмнан қорғау жұмыстары басталды. Бұл жұмыстары 2004-2008 жылдары географиялық институт жүргізсе, облыс әкімдігінің қаулымен Жасыл әлем МКК құрылып, құмды тоқтату жұмысы жалғастырылды. Су азайған сайын құрғап, желмен ауаға ұшып жатады. Бұл адам тынысына, терісіне зиян келтіреді. Бұл бағдарлама аясында мемлекет тарапынан және кәсіпкерлер тарапынан Ақтау қаласында немесе Мұнайлы ауданында сұрыпталу цехын салу жоспарланса деп ұсыныс жасаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.